Мамандар адамның дәл қазіргі сәтте қандай күйде екенін, не мазалап жүргенін анықтау үшін психологиялық тесттер ойлап тапқан. Суретке назар аударыңызшы, ең бірінші нені аңғардыңыз? Алманы байқадыңыз ба? Демек сізге қазір еш нәрсені ойламай тынығу қажет. Сіз өте жомарт, мейірімді жансыз. Кез келген нәрседен қате жібермес үшін өте ұқыпты әрекет етесіз. Әдетте алма жомарттықтың, сабырлылықтың, даналықтың белгісі. Бойыңыздағы күш-қуат, жігер, ынта сізді әрдайым алға жетелейді. Өміріңіз де алмадай дәмді болмақ. Бірінші, көбелекті байқадыңыз ба? Сіздің ойыңызда, өзіңізде позитивке толы жансыз. Бір сөзбен айтқанда, бақыт құшағындасыз. Қанатыңызды кең жайып, қалықтап жүрсіз. Көбелектер ұзақ өмір сүру мүмкіндігіне ие болмаған, сондықтан уақытын қызықты, пайдалы етіп өткізуге барын салады. Әрине, бұл жерде көбелектің өмір сүру ұзақтығының адамдарға еш байланысы жоқ. Бірақ сіз бақытты, қуанышты сәтті бағалауға, қадірін білуге тырысасыз. Егер пышақты бірінші көрген болсаңыз, қазіргі уақытта сізді бір ой мазалап жүр. Тез арада сол уайымнан арылу қажет. Ішіңізде сақтап жүрген біреуге деген өкпеңіз болса, оны да шығарып тастаңыз. Бұның барлығы сіздің ойыңызды, көңіл күйіңізді жағымсыз жаққа қарай өзгертіп жібереді. Өткенді бір сәт ұмыта салу оңайға түспес. Дегенмен тырысып, тек алдағы күніңізді, болашағыңызды ойлағаныңыз жөн. Сурет бір қарағанда көз алдыңызға қандай да бір жәндік елестетті ме? Бұл сіздің қырағылығыңызды білдіреді. Көп жерде кемшілікті бірден аңғарып, оны түзетуге, дұрыс жол тауып шығуға тырысасыз. Сондай-ақ сіз әртүрлі жағдайға байланысты өз эмоцияңызды көрсеткіңіз келеді, бірақ оны іште бүгіп қаласыз. Олай жасау дұрыс емес. Қарқылдап күлгіңіз келе ме? Күліңіз. Айқайлап жылағыңыз келе ме? Жылаңыз. Өз сезімдеріңізді тежемеңіз.